Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Құрметті жамағат, құрметті бауырлар. Бүгін біз пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассаламның өмірін белгілі бір жерін ғана жеткізуге тырысатын боламыз. Себебі уақытымыздың тығыздығына байланысты біздер пайғамбарымыздың алғашқы кезеңдерінен бүгін баяндап өтетін боламыз. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам 610 жылы пайғамбар болып келгеннен кейін халықтың барлығын бірдестен ашық түрде исламға шақырған жоқ. Өйткені Алла тағала тарапынан тікелей адамдарды ашық түрде исламға шақыру бұйырылмағаннан кейін ислам дінін жасырын түрінде насихаттайды. Яғни бір адам деген секілді естіп мұсылмандардың саны жаймен көбейе бастайды. 600, яғни 10-шы жылы пайғамбарымызға пайғамбарлық келген болса, 613-ке шейін, яғни 3 жыл бойы ислам дінін жасырын түрде насихаттайды. Яғни мүшриктер, сол Меккенің халқы пайғамбарымызды және мұсылмандарды көрген жерінде тиісіп, ұрып, соғу секілді әрекетке шейін барып жатады. Өйткені олар біздің ата дінімізге қарсы жаңа бір дін шықты, бұлар біздің дінімізді мансұқтап жатыр, ата бабамыздың барлығын адасқанға шығарып жатыр деп, жаңа келген дінге пайғамбарымызға қарсы шығады. Дегенмен де иман еткен адамдардың саны жаймен артып жатады. Сол иман еткен алғашқы жандардың біреуі 17 жасындағы Саад ибн Абу Ваққас радиаллаху анху дейтін жас жігіт болады. Яғни бұл Саад ибн Абу Ваққастың мұсылман болуының бір хикметі бар. Енді кейде болады, өмір болғаннан кейін біреуміз жаман түс көреміз, болмаса бір басымызға іс түседі, яки болмаса бір қайғылы жағдайға душар боламыз да намазға бет бұрамыз. Бұл енді өмірде кездесетін жағдайлары. Дәл сол секілді Саад ибн Абу Ваққас та 17 жасар жігіт бір күні түс көреді. Түсінде енді қап-қараңғы, енді түннің ішінде бір ай сәулесі түсіп тұрған жерде 3 адамның кетіп бара жатқанын көреді ғой. Ол 3 адамды да таниды. Барлығы Меккенің халқы ғой. Біреуі Заид ибн Хариса дейтін пайғамбарымыздың асырап алған баласы, екіншісі 13 жасар Хазіреті Али, үшіншісі 40-тан асқан, яғни Хазірет Абу Бәкір. Үшеуін ай сәулесінде көреді де, "Ей, сіздер бұл жерге қашан келдіңіздер? Менен бұрын келген секілдісіздер ғой" деп түсінде оған әңгімесін айтады. Сонда түсінде көрген сол әлгі 3 сахаба айтады: "Иә, бізде көп болған жоқ келгенімізде. Бізде енді келіп жатық" дейді ғой. Яғни бұл жердегі айтқысы келген мәселе, бізде ислам дінін қабылдағанымызға көп болған жоқ деп тұр ғой. Түсінде сол мұсылман болған алғашқы 3 адамды көріп тұр ғой, сахабаны. Содан 3 күннен кейін Хазіреті Абу Бәкірменен жолығып қалады. Хазіреті Абу Бәкірмен жолыққаннан кейін Хазіреті Абу Бәкір оған ислам дінін насихаттайды. Қараңыздаршы, Хазіреті Абу Бәкір өзі 40-тан асқан жігіт. Ал енді Саад ибн Абу Ваққас бұл 17 жасар жігіт. Саад ибн Абу Ваққасты бала екен, жас қой деместен оған ислам дінін насихаттайды. Сол насихаттың нәтижесінде ол көрген түсін жақсылыққа жорып, ислам дінін қабылдауға шешім қабылдайды. Сөйтіп пайғамбарымыздың құзырына алып барады. 17 жасар Саад ибн Абу Ваққас радиаллаху анху ислам дінін қабылдайды. Әрине ол мұсылман болғаннан кейін анасы оның маңдайына сипаған жоқ. Керісінше анасы баласының мұсылман болғандығына қарсы шықты. Ұрды, соқты, үйге қамап қойды, енді аштық жариялады, тамақ бермей қойды, көптеген зәбірді көрсетеді. Сонда да Саад қайтпайды. Саад ибн Абу Ваққас қазақта сөз есім бар ғой, Сәдуақас дейтін есім бар. Сәдуақас Ғилмани дейміз мысалы біздегі мешіттің аты. Сол Саад ибн Абу Ваққастың қазақша балама есімі ғой, Саад ибн Абу Ваққас. Сол қайтпайды. Шешесі былайша айтқан кездегі қатты ренжіп, "Мен өз-өзіме аштық жариялаймын, сөйтіп өлемін" дейді ғой. Сонда сен елге қарабет боласың. Анасын өлтірген бала ретінде осы қауымға қарабет боласың деп шешесі ультиматум қояды ғой. "Сен діннен қайтпасаң, мен аштық жариялаймын" дейді. 1 күн өтеді, 2 күн өтеді, 3 күн өтеді. Саад ибн Абу Ваққас айтады ғой: "Анашым, еш әуре болмаңыз. Егер сіздің 100 жаныңыз болса, 100 жаныңызды да құрбан қылсаңыз, мен осы ислам дінінен
бас тартпаймын, не істесеңіз оны істеңіз деп тұрып алады. Анасы шарасыздық танытады. Сол кезде Алла Тағала тараптан аят түседі пайғамбарымызға. Анкабут дейтін сүре бар, соның 8-ші аят түседі. Біз адамдарға ата-анасына құрмет көрсетуді бұйырдық дейді. Егер олар білмейтін нәрсеңді маған серік қосуға зорлайтын болса, оларға мойынсұнбасаң болады дейді Алла Тағала. Яғни бұл аят мұсылмандарға мына нәрсені айтады. Біз әкемізге, шешемізге айтқандарын орындауға парыз, олардың қандай да бір сөздерін көтеруіміз керек. Ешқандай қарсылық танытпаймыз. Мейлі ол мұсылман болады, мейлі мұсылман болмайды, ата-анаға құрмет көрсету мұсылманға парыз. Ал енді Алла Тағала бір сөзді ғана бізге түсіріп тұр. Яғни бір жағдайда ғана ата-анаң тыңдамауыңа рұқсат дейді. Егер Аллаға серік қосатын нәрсені талап етсе сенен жаса деп, сол істі тыңдамай қойсаң, саған күнә болмайды дейді. Яғни ислам дінінен бас тартпасаң өлемін деген анасына Алла Тағала солай деп аят түсіріп отыр. Яғни сен ата-анаңды дәл осы жерде тыңдамауыңа болады деген мағынаны шығады бұл жерде. Осылайша әлгі әйел кісі Саад ибн Абу Ваққастың анасы, яғни баласынан өкпелеп жүрген кезінде оның інісі ислам дінін қабылдайды ғой. Одан бетер ренжиді ғой. Яғни мұрт шығып өкпелегенде сақал шықты деген әңгіме болып тұр ғой бұл жерде. Бір баласын тоқтатамын деп жан шырғынды, екінші баласы да мұсылман болған. Амалсыз анасы көнуден басқа шарасы қалмайды. Сол Саад ибн Абу Ваққас ислам дінінің тарихындағы ең алғашқы болып дінді қорғаштап төбелесіп қан төккен сахаба ретінде тарихта қалған. Әрине ол бірінші болып төбелес бастамайды, ешкімге соқтықпайды. Білесіздер, мұсылмандар еш уақытта бірінші болып соқтықпайды ешкімге. Бір күні сол Саад ибн Абу Ваққас қасында 2 мұсылман жігіт бар, қала Мекке қаласының сыртында ойпат дейміз ғой, кішігірім ойпат. Сол жерде намаз оқып жатады. Намаз оқып жатқан кезде бірнеше мүшрик солардың қасынан өтіп бара жатып, бұларды келеке мазақ қылады. Ей, мыналарды қара деген секілді. Намыстарына тиетін сөз айтады. Содан жаңағы намаз оқып тұрған мұсылман, жаңада мұсылман болған жігіттерменен мүшриктер ерегіседі. Ерегістің арты белгілі ғой, жұдырыққа кетеді. Сол кезде төбелестің барысында Саад ибн Абу Ваққас түйенің жаңағы шіріген сүйегі дейміз, осы сүйектің біреуі қолына түседі де, сол сүйекпенен бір мүшрикті ұрып, оның басын жарады. Яғни төбелестің барысында. Бұл осы тарихта Саад ибн Абу Ваққас радиаллаху анху ислам тарихындағы ең алғашқы Алла үшін, дін үшін қан төгіп төбелескен, яғни сахаба ретінде танылды. Тіптен пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам осы Саад ибн Абу Ваққас радиаллаху анху жайында жәннатпен сүйіншілеген 10 сахабаның бірі ретінде атаған. Жәннатпен, көзі тірісінде жәннатпен сүйіншілеген. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам тіптен сол Саад ибн Абу Ваққас жайында, оның жан қиярлығы, шынайылығы жайында Аллаға дұға еткен. Я Раббым, Саад ибн Абу Ваққас егер де саған қолын жайып дұға жасайтын болса дейді, оның дұғасын кері қайтарма қабыл ет деген ғой. Қартайып дүниеден озғанға дейін адамдар сол Саад ибн Абу Ваққастан аяқ тартатын болған. Ренжітпеуге тырысатын болған. Өйткені оның айтқан дұғасы, қарғысы лезде қабыл болатын болған Алланың құзырына. Сол үшін ешкім оған ондай бір соқтықпайтын болған. Яғни Саад ибн Абу Ваққасқа. Дәл сол секілді жаңадан мұсылман болғандардың қатарында Абу Зар әл-Ғиффари дейтін сахаба, болашақ сахаба, Мекке қаласының сыртында көшпенді араб тайпасында өмір сүреді. Абу Зар әл-Ғиффари. Ол енді әңгіме Меккеде пайғамбар шықты деген әңгіме 3-4 жыл болғаннан кезде жан-жақтағы арабтарға тарайды ғой. Арабтарға тарағаннан кейін Абу Зар әл-Ғиффари дейтін кісі де ойланады. Бұл кім екен? Мен шет жағасын естуші едім. Мен сол Мұхаммед пайғамбарды барып көрсем қалай болады? Соның жаңағы амандасайын, жөн жоқсын сұрайын деп ойланады. Бірақ сәті түспейді. Сонда інісі, туған інісі, Меккеге саудаменен бір шаруамен кетіп бара жатқан кезде айтады ғой. Саған аманат. Сол өзім пайғамбармын деп жүрген Мұхаммедпен бір жолығып сөйлесші. Қандай жағдай бар екендігін маған айтып келші дейді ғой. Ол ағасын айтқан құп алады да Меккеге барып пайғамбарымызбен жолығу мүмкіншілігіне көп
мүмкін болмай қалады. Себебі Меккеде мүшриктер мұсылмандарды көрсе ұрып соғып мазақтап, жаңа қай жерде жүрсе де түртпектеп, сондай бір жағдайды көргеннен кейін пайғамбарымызбен ашық түрде көп нәрсені сөйлесіп, ағасының айтқан нәрсесін жеткізуге мүмкіншілік болмайды. Әнесінің айтып келген әңгімелеріне Абу Зар әл-Ғиффари аса бір қанағаттанбайды. Ойлағандай нәрсені жеткізе алмаған үшін мен өзім барам дейді, Меккеге барады. Бірақ оған ескертеді, сен мұсылмандарды сұрасаң, Мұхаммед пайғамбарды сұрасаң, сені ұрады дейді ғой. Аналар жаңағы мүшриктер айтады ғой. Олар дейді мұсылмандарға қас, сондықтан да абай бол, сақтықтан дейді. Жарайды дейді. Сөйтіп Меккеге барады, ешкім танымайды. Оларда орталық баратын жердің барлығы Қағба. Яғни Қағбаның төңірегінде ұшырасады адамдар. Қағбаға барып жатады, зәм-зәм суын ішіп болды. Басқа ешқандай азығы жоқ. Бір күн жатады, 2 күн жатады, ешкімді байқамайды. Абыр-сапыр немесе мұсылман кәпір болып төбелесіп жатқан әңгімелерді байқамайды, тек қана сыр берместен жатады. Жан-жағына қарап, шолу жасап, қалай тапсам екен Мұхаммед пайғамбарды деп. Сөйтіп, 2-ші күн өткен кезде Хазіреті Али, бала ғой енді, 13-14 жасар бала, Қағбаға келеді, қарайды, жаңағы рәсімдерін жасап болғаннан кейін, андай бұрышта бір бейтаныс адам жатыр. Енді көрініп тұр, шаршаған, үсті басы тоз, біраз енді күтімі жоқ көрініп тұр. Бұл кім болды екен деп ойлайды. Бірақ сыр бермейді. Барып көмегін береді, кетіп қалады. Ертесі 3-ші күн тағы да барады. Барса әлі жатыр Абу Зар әл-Ғиффари. Сонымен жайлап қасына барып сұрайды ғой. Сіз біреуді күтіп жүрсіз ба, әлде бір затты жоғалтып алдыңыз ба дейді. Иә, мен бір жоқ іздеп жүрмін дейді. Жоқ іздеп жүрмін дейді. Жан-жағына қарайды, бір-бірінен күдіктенеді ғой. Егер дейді, Хазірет Алиге айтады ғой, 13-14-тегі бала ғой. Мен бір сыр айтам, ешкімге айтпаймын десең ғана мен жоғымда айтам саған дейді. Не іздеп жүрген дейді. Айтпаймын дейді ғой ешкімге дейді. Мен осы жерде бір пайғамбар шығыпты, Мұхаммед деп атайды екен. Мен сол адамды көрсем деп келіп едім, осындай жерден келдім дейді ғой. Хазірет Али қуанып кетеді. Іздегеніңізді дәл таптыңыз дейді. Бірақ бір шартым, бізде енді қалада жағдай жақсы емес. Сіз менің артынан лесіп жүріңіз, бейтаныс адам секілді дейді ғой. Мен тіке жүрем, мен қай жаққа кірсем кіріңіз, қай жерге тоқтасам тоқтаңыз дейді. Егер мүшриктер екеумізді ұрып соғатындай бір қауіп төндіретін болса, сіз таяжап қалмау үшін мен аяғымды еңкейіп, аяқ киімді киген сыңай танытам, менің қасымнан өтіп кетіңіз, менімен бірге лесіп тоқтата салыңыз дейді ғой. Сөйтіп Алланың қалауымен Хазіреті Али пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямның құзырына Абу Зар әл-Ғиффариді алып барады. Енді пайғамбарды көру үшін пәленбай шақырым жерден жаяу келіп отқан адам ғой. Пайғамбарымыздың құзырында мұсылмандықты қабылдайды. Оған енді пайғамбарымыз насихатын айтады, еліңе бар, сол жақтан насихатын жаса десе, ол керісінше қайтпайды, жоқ дейді. Мен қазір меккеліктерге түсіндірем дейді. Сөйтеді де Қағбаның қасына барып айқайлайды, ей келіңдер меккеліктер, келіңдер деп. Меккеліктерді шақырады, мүшриктер ғой енді. Олардың барлығы пұтқа табынатын, ислам дініне дұшпан, мұсылмандарды ұрып соғып жүрген адамдар. Бәрі жинала қалады, не болып қалды екен деп. О халайық, мен сендерді Алладан басқа тәңір жоқ екендігіне шақырамын. Ла илаха илlallah деп айтыңдар. Табынып жүрген пұттарыңның бәрін тастаңдар, тәрк қылыңдар деген сол еді. Меккенің мүшриктері сырттан келген адам белгілі ғой. Бас салып талғанша ұрады ғой, талдырып тастайды. Бет аузын дәп-дәлесін шығарады. Сол кезде араша болып Хазіреті Аббас түседі. Ей, сендер мына адамның кім екенін білесіңдер ме дейді. Бұл жаңағы Ғиффар дейтін тайпаның өкілі ғой дейді. Ғиффар дейтін тайпа арабтардың ішіндегі бұзығы. Мекке менен жаңағы Мәдинаның арасында керуен жолы өтетін аймақта өмір сүретін жаңағы көшпелі арабтар. Ей, олар ертең сендер ары қарай Шамға қарай, Мәдина қарай өткізбейді ғой. Сендер мынаны қазір өлтіріп қоятын болсаңдар, онда бітті, керуен жолы, сауда жолындар тоқтайды. Сендер соны ойлайсыңдар ма деп арашап құтқарып алады. Ол есін жиып, жуынып, шайынып, ертесіне тағы да Қағбаның алдына барып, тағы да мүшриктерді дінге шақырады ғой. Екінші рет тағы таяқ жейді. Талғанша ұрып тастайды оны. Тағы да оны арашалап алып қалады. Пайғамбарымыз шақырып алады. Ей Абу Зар, сен ислам діні қашан ашық түрде насихатталғанға дейін ауылыңа бар. Сол жерде ислам дінін насихатта. Біз жариялаған кезде келерсің деп оны шығарып салады.
Бұл енді пайғамбарымыздың былайша айтқан кездегі алғашқы мұсылмандардың бастан өткен оқиғаларына қатысты пайғамбардың берген насихат етін. Арадан 3 жыл өтті, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бәрін жасырын түрде насихаттап жүр ғой. Бірақ Алла тағала 3 жылдан кейін пайғамбарымызға ислам дінін ашық түрде насихаттауды бұйырады. Кімнен бастау керек? Бірінші, ашық түрде насихатты өзіңнің туысқандарынан баста дейді Алла тағала. Аят түсіреді. Яғни Шуара дейтін аятты түсіреді. Сол аятта Алла тағала айтады: сен ең алдымен өзіңнің туыстарыңды насихаттап ақырет тозақтан сақтандырулар дейді. Өте ауыр ғой. Мысалы, осы отырған бәріміз да ағайын туысымыздың бәрін жинап алып исламды насихаттау бізге қалай болады? Намаз оқу, ораза ұстау айту өте қиын ағайын туысыңа. Әкең бар, әкеңнің інісі бар, ағаларың бар, әпкелерің бар, немесе немере іні ағаларың бар, сенің айтқанын тыңдай қояды дейсің ба? Өте ауыр нәрсе. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам қиналады. Қалай айтарын білмейді. Алладан әмір келіп тұр. 2-3 күндей далаға шықпайды. Не істеймін? Ағайын туысым қайтып шақырамын исламға деп. Сонда оның сыртқа шықпай, жаңағыдай жабырқаулы жүргенін әпкелері сезеді. Яғни әкесінің қарындастары. Соның ішінде Сафия дейтін әпкесі пайғамбарымыздың үйіне іздеп барады. Ей, не болды саған? 2-3 күн болды, көрінбейсің ғой. Әлде бір көмек керек па? Не болды саған дейді ғой. Әпкесіне айтады: осындай Алла маған ағайын туыстарыңа исламды насихатта деп бұйырды дейді ғой. Ей, қорқатын ештеңе жоқ. Бәрін шақыр. Тек қана Әбу Лахабты ғана шақырма дейді. Әбу Лахаб деген кім? Әбу Лахаб деген пайғамбарымыздың әкесінің туған інісі. Мүшрик, қатып қалған былайша айтқандағы дін дұшпаны. Соны ғана шақырма, қалған бәрін шақыр дейді. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Хазіреті Алиге тапсырма береді. 13-14 жастағы бала ғой. Бәрін шақырып кел, әулеттің бәрін шақыр дейді. Әйелі бар, еркісі бар, бәрін 45 адам шақырады. 45 әулеттен адам шақырады. Өйткені пайғамбарымыздың әкесінің өзі 11 ағайынды, яғни 11 еркек кіндікті. Сол секілді 6 әпкесі бар, әкесінің қарындастары. Яғни олардан тараған ұрпақтар бар, солардың бәрін шақырады. Сонда солар ішінде Әбу Лахабты ғана шақырмай қояды, бірақ Әбу Лахаб естіп, ол да келеді ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзінің туысқандарына насихатты бастамас бұрын бір мұғжиза көрсеткісі келеді. Яғни 1 килограмм ет, 1 литр сүт. 1 килограмм етті пісіреді, қуыртып. 1 литр сүтті пісіріп, құмыраға қойып әкеледі ғой. Дастарханға бір нан қояды, басқа ештеңе жоқ. 45 адам жиналады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам етті өзі бисмилласын айтып турап қояды. Алыңыздар дейді. Енді 45 адам өздеріңіз ойлаңыздаршы, 1 килограмм ет. Біз 5 адам отырсақ 10 килограмм ет жейміз ғой, мысалы дастарханға. Олар 45 адамға 1 килограмм ет. 1 литр құмырадағы сүт. Содан пайғамбар саллаллаху құмырадағы сүттен құйып отырады. 45 адамның бәрі ішіп тояды. Жаңағы табақтағы етті алып жейді, бірақ бітпейді ет. 1 килограмм ет. Құдайдың құдіреті, мұғжиза. Ана жерде отырғандардың барлығы таң қалады. Солардың ішінде шақырылмаған қонақтың бірі Әбу Лахаб. Құранда таббат яда аби лахаби ва таб дейтін сүре бар ғой, Ықылас сүресінің жоғарыда. Сол пайғамбарымыздың әкесінің туған інісіне түскен аят. Сүре дегенімше әйел екеуіне түскен. Сонда жаңағы пайғамбарымыздың енді өзінің туысқан 45 ағайынына ислам дінін насихаттауды енді бастайын деп жатқан кезінде, яғни маған Алладан әмір келді, сіздерге исламды насихатта деп айтайын деп бастаған кезінде Әбу Лахаб орнынан тұрады ғой, әкесінің інісі ғой. Сен бізді осы сиқырды көрсету үшін шақырдың ба дейді ғой. Осы күнге шейін қаншама сиқыршыларды көрдім, бірақ сенікі секілді көрмедім дейді ғой. 1 килограмм етпенен 1 килограмм, 1 литр сүтті осынша адамға жеткізіп бір сиқыр жасап отырсын деп намысына тиеді. Ана жерде отырған ағайындарды үндемейді, өйткені бәлеқор болған Әбу Лахаб деген. Енді ақшасы бар, Меккенің жаңағы байларының біреуі бәлеқор болған. Сонымен 45 ағайыны да орындарынан тұрып кетіп қалады. Шақырған жоспар жүзеге аспайды. Пайғамбарымыз айтады, тағы да шақыр дейді ғой. Сөйтіп 3-4 күн өткеннен кейін тағы да шақырады ағайындарын. Тағы да ағайындар келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Әбу Лахаб шақырмаса да ол да келеді ғой. Содан пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жаңағы шай ішіп болғаннан кейін барып әңгімесін бастайды. Өзінің пайғамбарлығын, Алладан келген әмірді жеткізеді. Сөйтіп айтады ғой, былай дейді ағайындарына: құрметті ағайындар, мен басқаны алдасам да сіздерді алдамаймын.
басқаға қиянат жасасам да сіздерге қиянат жасамаймын. Сіздер осыны ұмытпаңыздаршы. Сіздерге мен тек жанашырлықпенен, яғни бұл дүниеде, ақыретте Алланың сіздерге бір жақсылығы болсын деген мақсатпен сіздер шақырып отырмын. Алладан басқа тәңір жоқ деп айтып, ислам дінін қабылдаңыздар деп ұсыныс айтады ағайындарына. Ағайындардың ішіндегі үлкені Абу Талиб деген кісі болған. Пайғамбарымыз әкесінің ағасы ғой. Сол әулеттің үлкені Абу Талиб етін. Сол орнынан тұрып, пайғамбарымызға рахметін айтады. Бізді шақырдың, құрмет көрсетіп отырсың, бірақ дейді, мен сені қолдаймын. Сен істей бер. Сенің артында біз тұрамыз. Бірақ мен сенің дініңді қабылдай алмаймын дейді ғой. Яғни, ол ата-бабамнан келе жатқан осы табынатын, пұтқа табынатын дінімнен қайтпаймын, бірақ сені қолдаймын дейді. Сол жерде Абу Лахаб тұрып, пайғамбарымызға әңгіме айтады ғой, намысына тиетін сөздерді. Сонда Абу Талиб бар, пайғамбарымыздың әкесінің қарындасы Сафия екеуі Абу Лахабқа жекіп тастайды. Яғни ол айтады ғой, сендер қазір біз дейді мынау өзіміздің інімізді баспайтын болсақ, тоқтатпайтын болсақ, ертең өзгелер бұған қиянат жасайды, бұны өлтіреді, ұрады, соғады, біз екі ортада масқара боламыз елдің алдында деп, ол өзінше жаңағы әңгімесін айтқанда Абу Талиб те, оның қарындасы Сафия да Абу Лахабқа жекіп тастайды. Шаруаң болмасын дейді. Керек па дейді, біз бүкіл әулет болып Мұхаммед пайғамбарды қорғаймыз, қару жарақпен барамыз қайда болса дейді ғой. Пайғамбарымыз айтады, сен қайда баратын болсаң алдын ала бізге айтып қой дейді, көкесі айтады. Сенің артында біз сапқа тұрып, керек болса қаруымызды асынып, сені қорғауға бармыз. Сенің дініңді қабылдамасақ та, бірақ сені қорғаймыз деп пайғамбарымызға дем береді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сол жиналған бүкіл әулетін айтады ғой, құрметті ағайындар, осы жолда маған қолдау көрсетіңіздерші. Ла илаха иллаллах Мұхаммад Расул деп айтып, мені қолдаңыздаршы. Кім бар араларыңыздан қолдайтын дейді ғой. Сонда отырған ағайындардың ешқайсысын демейді. Ешқайсысын, керісінше бастары салбырап отырады, кім не айтар екен деп. Сонда Хазіреті Али орнынан тұрады. 13-14 жастағы жігіт. Алланың елшісі, мен сізді қолдаймын дейді ғой. Сіз қайда болсаңыз, мен сіздің артыңызда тұрамын дейді. Сонда пайғамбарымыз, Али, сен отыр. Сен әлі кішкентайсың ғой дейді ғой. Екінші рет тағы сұрайды. Ешкім үндемейді, Али тағы орнынан тұрады. Үшінші рет тағы сұрайды. Ағайындарына кім маған қолдау көрсетеді дейді ғой. Үшеуінде де Хазірет Али ғана тұрады. Арасында да Хазірет Али пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өткенше қасында бірге болды. Дүниеден өткенше пайғамбарымыздың қасында бірге болды. Бір елі ажырамады, пайғамбарымызды тастаған жоқ. Пайғамбарымыздың сөзін сөйлеп, ақырына шейін уәдесінде тұрды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осы насихаттан кейін барып, Алла тағала енді пайғамбарымыз ашық түрде ислам дінін насихатта дегеннен кейін ойланады. Мүшриктерге, Меккенің тұрғындарына исламды қалай түсіндірсем болады деп ойланып, өзім қажылыққа барғандарыңыз болса білесіздер. Қағбаның қасында алыс емес, Сафа, Марва дейтін төбелер бар, кішкентай төбелер. Енді тарихта тау дейді, ол тау емес, төбе, біздің тілмен төбе. Сафа дейтін төбеге шығады. Қазір барсаңыз, кішкентай бір төбе, ол үлкен де емес. Сол төбеге шығады да меккеліктерді шақырады. О, ағайын келіңдер дейді ғой. Бүкіл меккеліктер жағы көшеде жүргендердің бәрі келеді. Ойбай, бізді кім шақырып жатыр дегендей. Төбенің қасында пайғамбарымыз төбенің үстінде тұрып, бүкіл меккеліктер жиналған кезде айтады ғой. О, халайық, мені танисыздар ғой дейді. Я сен білеміз ғой, сен Мұхаммедул Аминсің ғой, сенімді Мұхаммедсің ғой, сен өтірік айтпайтын, жалған айтпайтын, біздің ішіміздегі ең сенімді сенсің ғой дейді. Қалайық дейді. Мен бір нәрсе айтайыншы дейді. Егер маған сенесіздер ме, сенбейсіздер ме, соны білейінші дейді. Анау таудың арғы шетінде дұшпан әскерімен келе жатыр деп айтсам, айтқан сөзіме сенесіздер ме, сенбейсіздер ме дейді. Сен айтқан болсаң сенеміз дейді. Дұшпан келе жатырсың, сенеміз, өйткені сен ешкімді алдаған емессің дейді. Содан пайғамбар айтады, олай болса дейді, құрметті ағайындар, мен сіздерді, менің айтқаныма сенсеңіздер дейді, сіздерді дейді, Алладан басқа тәңірі жоқ екендігіне шақырамын, пұттарыңызды тәрк қылып, Аллаға сеніңіздер, иман келтіріңіздер, мен Алланың жіберген пайғамбарымын деп әңгімесін айта бастайды. Сонда сол көпшіліктің ішінде тағы Абу Лахаб деген әкесінің інісі ғой, енді туған інісі, ол да сол жерде солардың арасында тұрады. Сонда жерден кішкентай бір тас салады, пайғамбарымызды ұрады ғой.
сен бізді осы әңгіме үшін, бос сөз үшін шақырдың ба дейді ғой. Қараңызшы, көргенде қорлықты жақыныңнан көресің деген әңгіме оларда да бар ғой енді. Содан Алла тағала Құранда тәббәт яда әби ләхабиу деп аталатын, мәсәт дейтін сүрені түсіреді. Яғни Абу Лахаб және оның әйелінің қолы құрысын, олар тозаққа барады деп Алла тағала сол сүременен Абу Лахабтың тозаққа түсетіндігін, әйелінің тозақтың отының таситын әйел болатындығын насихаттайды, аят сүре түсіреді. Себебі күйеуі ғана емес, оның әйелі Үммі Жәмил де пайғамбарымызға көп зұлымды жасайды. Күндегі үйінен шыққан жағы боқсадық дейміз, мұсыр дейміз, соның бәрін пайғамбарымыздың есігінің алдына апарып төгетін болған ғой. Пайғамбарымыз ештеңе деместен оны сыпырып ары қарай тастайтын болған. Яғни өзінің туған жеңгесі, жеңгесі менен ағасы, олайша немере ағасы екеуі пайғамбарымызға осындай қорлық көрсетеді ғой. Сондықтан оларға осы сүре түседі. Таббат яда әби ләхабиу деп аталатын, яғни мәсәт дейтін сүре. Нәтижесінде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға бұл жағы ағасы мен жеңгесі ғана емес, олардың баласы, яғни Утайба дейтін баласы да пайғамбарымызға әңгіме айтады. Тіпті ол Утайба пайғамбарымыздың күйеу баласы болған, туған күйеу баласы. Бір күн пайғамбарымыз жаңағы құлшылық жасап отқан кезінде сол Утайба дейтін Абу Лахабтың баласы келеді. Яғни әкесі мен шешесіне арнап Құранның сүресі тұр тозаққа баратын жайында. Пайғамбарымызға жақындап келеді, бетіне түкіріп жібереді ғой. Пайғамбарымыз қатты ренжиді. Яғни немере інісі пайғамбардың бетіне келіп түкіріп отыр ғой. Қатты ренжиді, наласын айтады. Я Алла, бұны саған тапсырдым дейді ғой, болды. Пайғамбардың дұғасы қабыл болады. Содан әкесі тағы бірнеше достарымен бірге Йемен тарапқа аң аулауға кетеді ғой Утайба. Сонда шатырларын қойып аң аулап жатқан кезде қайдан келгені белгісіз бір арыстан тап болады. Тікелей барып сол Утайбаны, Абу Лахабтың баласын барып талап отырған жерінде бөлшектеп өлтіреді. Яғни пайғамбардың дұғасы қабыл болды. Оның әкесі мен шешесі мәңгілік тозаққа кеткен болса, баласы да әкесі мен шешесінің артынан осылайша опат болады. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірінде осындай көп қилы оқиғалар болған. Әрине көп айтуға болар еді, бірақ енді біздің де намазымыздың уақыты келіп қалды. Алда жаста келесі дәрісімізде пайғамбарымызға мүшриктердің жасаған зұлымдықтары жайында Алла берсе түсіндіріп өтетін боламыз. Тыңдағандарыңыз үшін баршаларыңызға рахмет, Алла разы болсын.